Clash.kz арнасының жазылушылары, жайды көрермендер, бүгінгі сағат қазір 12:30, яғни видео шыққанша, монтажданғанша 1:30-да шығып қалуы мүмкін. Яғни бүгінгі күннің жаңалығын айтайын, яғни ертеңгеден қалдыруға мүмкін емес болды, себебі бұл өте керек ақпарат, сіздер білулеріңіз керек, яғни қазақ клэшерлері алға қазақ етеуі деп қойын. Разработчики Clash of Clans, яғни қытайлықтар Clash of Clans, яғни Supercell компаниясы сатып алып жатыр, яғни қытайлықтар Supercell компаниясын сатып алып жатыр. Ойлансашы, енді қытайлықтар Clash Royale, Hay Day, Boom Beach, Clash of Clans ойындарының бастықтары болады. 7,9 миллиард долларға сатып алып жатыр. Сағат 5-те хабарланған, Дмитрий Бардаш деген орыс. Львиная доля акций отойдет компании Tencent. Китайская компания Tencent, являющаяся разработчиком мессенджера WeChat и портала QQ, дала согласие на покупку внутренней доли акций компании Supercell, создателя одной из самых успешных игр App Store, Clash of Clans. Яғни айтатын болсақ, Tencent Қытай компаниясы сол, яғни кәдімгідей сатып алып жатыр, яғни контрольный пакет акций оценен, яғни 8,7 миллиард долларға бағаланған болатын, ал яғни общий стоимость Supercell компаниясының 10,2 миллиард екен. В качестве продавца выступает SoftBank, по которому принадлежит 73% ценных бумаг компании, яғни SoftBank япониялық компания, которым принадлежит, қателеспесем қытайлықта болуы мүмкін, яғни дұрыс жіберіңіздер, 70% яғни ақшамен қорытылады екен, яғни қалай айтсам болады, партнерка сияқты. Яғни қазір енді Илканың сөзін тыңдайтын боламыз, яғни оқып берем. Наша цель превратить Supercell в лучшее место в мире для творческих людей, яғни тұрмыстық адамдағы біздің мақсатымыз көтеру дейді, яғни Supercell компаниясын. Новые партнерства даст нам новые возможности по охвату крупнейшего рынка Китая. Яғни қытайлықтар енді миллиардтан асуынан байланысты, енді оларда миллионерлер ғой, енді олигархтар көп, новый сатып алып жатыр. Енді Supercell компаниясы андай 7,9 миллиард доллар деген қанша ақша, яғни кәдімгідей сөзбен айту мүмкін емес. Благодаря Tencent потенциально мы сможем привлечь миллионы новых игроков, яғни миллиондаған жаңа ойыншыларды көңілін аудара аламыз деген сөз. Яғни міне сол жақтағы мынау Илка, өздеріңіз білетіндеріңіздей біздің любимый ойынымызды шығарушы. Яғни сразу после закрытия сделки по разработке Supercell SoftBank планирует ставить на продажу акций интернет-гиганта Alibaba. Яғни онда салған болатын. В общем, осы достар, енді Supercell компаниясын қытайлықтар басып алды, яғни қытайлықтар күннен күнге басып алып жатыр. Яғни біздің жерімізде де алып қойғысы келген, бірақ қуанышқа қарай Назарбаев, енді елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев оған отказ берген болатын. Бұл деген өте керемет, яғни қытайлықтарға, енді мүмкін қытайлықтар өздерінің игроктарына 1000 кристалл салат шығар деп ойлаймын. Енді ойынға, енді әзіл. Енді комментарийға өздеріңіз ойларыңызды жазыңыздар астыға, және де лайк басыңыздар, реп жасаңыздар, бүкіл білсін. Өздеріңіздің Clash.kz арнасы осылай етті деп енді бүкіл де қазір видео салатын шығар, себебі бүкіл әлем уже Clash ойнайтын игроктар өздері шокта. Мен өзім шоктамын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарий жазыңыздар.